Миллиондаған адамдардың өмірін құтқарған антибиотик кездейсоқ ашылғанын білесіз бе? 1928 жылы Александр Флеминг стафилококк бактериясын зерттеп жүреді. Кезекте еңбек демалысына кеткенде зертханасындағы бактерия сақталған ыдыстың бетін жабуды ұмытып кетеді. Демалыстан келгенде ыдыстың бетінде зең басқанын байқайды. Мұқият қараса, зеңнің айналасындағы бактериялар өліп қалған екен. Яғни микросаңырауқұлақтар бактерияны өлтіретін зат бөлген. Осылайша әлемдегі алғашқы антибиотик кездейсоқ анықталған. Бұл саңырауқұлақ пеницилл деп аталады. Ол жер бетінде өте көп таралған. Ол топырақта, өсімдіктерде, ауада, суда, жемістерде, бұзылған тағамдардың бетінде кездеседі. Яғни жойқын бактериялардың шешімі мұрнымыздың астында ғасырлар бойы жасырылған екен. Мысалы, пенициллин антибиотигі табылғанға дейін сепсис, пневмония, ангина, босану кезіндегі инфекциялар, дифтерия, сифилис, гонорея, стрептококк, стафилококк, туберкулезден миллиондаған адамдар қайтыс болып отырған. Тіпті кішкентай тіліп алған жарақаттың өзі өлімге алып келетін. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жаппай өндіріліп, ауруханаларда антимикроптық дәрі ретінде қолданылған. Халық арасында оны фашизмді жеңген пенициллин деп те атайды. Білімді мыңды жығар деген осы емес пе? Осылайша Флеминг 1945 жылы Нобель сыйлығын алды. Құдай емі жоқ бірде-бір ауру жаратпаған. Оның емін табиғатқа құпия ретінде жасырған. Ақыл иелері сол құпияларды анықтап, адамзаттың игілігіне пайдалануы тиіс.